күлімсіреу. Мен садақа берген сауап аламын. Сіздер де жымиып қойыңыздар, садақа берген сауап аласыздар, болды. Жақсы ниет, жақсы пейіл, қамқорлық, жылы сөз, осының бәрі садақаға жатады. Балаға пайғамбардың атын қоюға бола ма дейді. Болады. Ауыр болады деген қаншалықты рас. Күйеуім Ибрахим деп қойғысы келіп жүр, қойсын. Абай атамыздай болады. 3 күннен бері хабарласпайды балам дейді. Не болды балаңызға? Ашуланған кезде әйелім менен талақ сұрады. Мен 3 рет айта салдым. Жас отбасымыз. Біз бір-бірімізден айырылғымыз келмейді. Бірақ сразу тәубе етіп кешірім сұрадық. Бәрі ашу үстінде болды. Баламды да қимаймын дейді. Баласын қимаған адам, әйелін қимаған адам аузына ие болады. Сен боқтап алып кешірші дегенде не пайда? Ашуландым да мен, өзің виноватсың, сен мен боқтамайтым, сен боқтаттың мені деп боқтап алып, жүрегін жарып, содан кейін барып кешірім сұрағанда не пайда? Адамды талқандап бітіп, ыдысты сындырып біткеннен кейін несін сұрайсың кешірімнің? Айтшы, адамның көңілі шиша сияқты ғой, стекло. Сынама, ол кеседі. Мені кескенін алдың, қан шықты. Не пайда болды? Сондықтан енді қазір жол бар. Кез келген облыста, қалаңда мешітке фатуа бөлімі бар, соған барасың. Сол жерде анықтап саған қойып береді. Қалай айтылды, не айтылды, қайтар жолы бар ма, бар болса қалай қайтады, соның бәрін шешіп береді. Жігітім бар дейді, ажырасқан, 2 баласы бар. Мен тұрмыс құрмаған қызбын. Басында дос болып араластық. Одан кейін сезімге ұласты достығымыз. Енді менің мамам, әпкем қарсы бұл қарым-қатынасқа дейді. Енді болар болып біткеннен кейін несін айтасың сенде, қызым ау? Енді ол ажырасты деген сөз жаман адам емес. Ажырасқандардың бәрі жаман. Ажырасқан әйел, ажырасқан еркекті жаман жексұрын деп айта алмаймыз. Өмір болғаннан тағдыр әркімдікі әрқилы болады. Осының барлығын қыз бала ойлану керек еді. Әке шешеңмен ақылдасуың керек еді, алтыным. Атанаң бәрібір саған жер бетінде ең жақсылықты ойлайтын сол жігітіңнен де артық сенің атанаң болады. Жігітің, ол жігіт болмай қалуы мүмкін. Ертең сәл өзің өмірін қосылса, ол ертең баласына барады, баласы үйге келеді. Содан кейін барып, мамасы қызғанады, сен қызғанасың. Ортаң қандай болатынын көресің. Сондықтан үлкендермен ақылдас. Мені сыңдасаң, әзірше қоя тұр. Аға, мен үйленейін деп жүрмін. Айтыңызшы, қатын алғанда қандай қасиеттеріне қарап алу керек? Сен қатынама. Қатын деген, сен қыз ал, жыл айтылда. Одан кейін сен жасың нешеде өзі? Дәулетжан, сен қатын алмайын алайын. Адам өз мінезін өзі өзгерте алар ма екен дейді. Неге өзгерте алмайды? Құран не үшін келді адамды өзгертпегенде? Онда мен осындаймын, мен болды осындаймын, мен осындай жындымын, мен нервныймын, мен деп онда өмір сүре бермеймін. Мен өзгермеймін, ал не? Мен сондай сөйлеп тастаймын, мен сондаймын, мен жындымын қып-қызыл деп айта бермеймін. Жоқ, өзгереді адам. Неге өзгермейді? Тәрбиеленеді адам. Құран сол үшін келген. Пайғамбар сол үшін жіберілген. Асыр намаздан соң мешітте боламыз да дейді. Да. Сіз қайда тұрасыз дейді. Үйде тұрам. Үй көшеде, көше Астанада. Ағамның қызын ұзаттық. Ертесіне ағам ұрысты. Екінші ағамды ақша жаздырмадың деп. Екінші ағам өзі қарызға батып жүр. Қаншалықты дұрыс? Кім прав бұл жерде? Ұрыспау керек еді негізі дейді. Ағамның қызын ұзатты. Ертесіне ағам ұрысты. Екінші ағамды ақша жаздырмадың деп. Ағайындардың ішіндегі піші әңгіме ол бола береді. Ортасынан сен түспей-ақ қой. Үшінші болып сен қосылмай-ақ қой. Екеуі табысады. 18 жастағы сіңілім мамаға ренжіп кетіп қалды дейді. Ой, үйден іздеген жоқпыз, дос қыздардың үйінде жүр дейді. Енді 18-дегі қызға не істейсіңдер енді? Ол енді совершеннолетний ғой. Солай ғой. Енді 18 жыл тәрбиелемеген, 18 жылдан кейін несін айтасыңдар?
кішкене уақыт керек, мейірімділік керек, түбі қайтады, сабыр ету керек. Қандай күйде қайтады, енді уақыт көрсетеді, бірақ болды. Но барып боқтап, ұрып, тепкілеп, шашын жұлғаннан пайда жоқ. Одан бетер орталарың бұзылады. Жасым 23-те дейді, ерте ме дейді. Ерте. Саған ерте Дәулетжан. Сен жұмыс істе. Аға, осы неге ажырасқан қыздарға қатысты адамдардың ойы арам болады? Ажырасқан соң таза болып жүрсең де жұрттың ойы жаман болып қалыптасып кеткен дейді. Енді шаңырақ көрген, есік көрген деген сөздер айтады ғой енді. Сондай сөз бар, енді онымен алысатын нәрсе емес. Әркім өз ажырасқандардың да жақсы қыздары бар, альхамдулилля, тұрмыс құрып, сөйтіп кеткен, күйеуі қайтыс болған. Мысалы, Мұхаммед саллаллаху әйелі Хадиша пайғамбарға дейін екі күйеуге шығып, екеуі де өліп, екі күйеуден екі баласы болып, Мұхаммед саллаллаху пайғамбарға тиіп, өзінен кішіге, одан 4 бала тағы дүниеге келтіріп берген. Сондықтан Алла біледі. Жаңадан туылған нәрестеге есімді кім қойған дұрыс, әкесі қою керек па дейді. Әкесі қою керек. Әкесінен кескен дұрыс болады барлығы. Әкесі менсінбей анақ, сенің туысқандарың әкесімен ерегіспесіне ақыл айтып, жоқ өйтіп қою керек деп, сені қайрап, сен көтеріліп алып, мен сен үшін тудым, өліп жатып мен тудым, бәленбай қиналып тудым, ойбай мен бәленбай кесаревамен тудым, бүйттім де сөйттім, бәленбай ауру көрдім деп, байының миын жемей қоя, тыныштық бере қойын. Сол қойсын, сол мәз болады, ертең асырайтын сол, бағатын сол, жауапкершілік сезінетін сол. Ғұсыл алғанда мұрының екі жағына да су кіру шарт па, бір жағы всегда бітіп тұрады дейді. Не ғана теп кіргізіп, бұл наркотик бекен, кокаин бекен ескейтін. Аласында тартасың, енді кетсе екеуіне кетті. Одан кейін ауызда су алғанда, ауызда су алып, оны айналдырып, қайта айналдырып, ауыздан шығарудың келе жоқ. Кейбіреу сондай тартады екен, тартқан кезде ауызын тартып, енді кітаптарда да кейбіреу тақуалықтарда сөйтіп жазады, құлы көзі ашып, құлағы шытынау керек деп. Ешкім ондай болмау керек. Бізді қазақ енді мұрнына су тартқан деп маңқасын ішіп қоймау керек ағадай. Әр нәрсенің бір кішкене жөді болады енді. Мұрның бітеліп тұрса, енді бітелгенше тартқанша тартасың, ары қарай тартам деп бүкіл гайморитті бірақ жұтып алма. Талақ болса кетті ма, болды ма дейді. Болды. Кетті. Бірақ талақ жетеді. Үшеу емес, біреу ақ. Үшіншеу не үшін? Үшеу қайту үшін. Бір талақтан ойланып қайтуға болады. Талақ омарратани, екіншісінен де қайтсаң болады. Нұрлан інім дейді, сұрақ қойғым кеп тұр дейді. Қойыңыз. Кеше барған едім, кетіп қалыпсыз, бір асыр намаздан соң барсам мешітте боласыз ба, айтып жібересіз ба дейді. Келіңіз. Кеше бір жиындар көп болды. Моя сестра читала намаз, и тогда виски ішті дейді. Ішкім келді деді. Неге ішесің десем, оныкі дұрыс емес қой. Енді тағы оқып жүрсеме, ешнәрсе оқып жүр дейді. Ешнәрсе болмағандай дейді. Астағфирулла. Енді сен оны аңдыма енді. Сол ақымақтық қылған екен, Құдай жүрегіне берсін, харам енді ол. Намазда қанша жастан оқыған дұрыс? Оқшайды. Қандайша? Субханалла, алхамдулилlah. Ошында зикір болмақ біле. Bir ile жолу Субханалла дедім бе? Ошоны ойланып тұрып, қанчалы күнәм бар еле, кимделе алдаған елем, кимделе ақшасын алып бербейле қачып жүргем, қандай мошенник болғым, кимдерге қандай қиянатым өткен, ошон бардығын изилдеп отырасың. Ар бир субханалла, астағфирулла дегенде ошоны көзіңе келтіріп отырышың керек. Тигини ыргыттым, тигини мындай кылдым, ошоны деп тартсаң, ошо абдан соның зикир болады. А сен деле бош элемейді субханалла, да 7 000, 8 000, 9 000, ана 50 000, сен геройсың, дважды герой, ошоны болмақ беле. Ошо зикир керек пе? Кудайым ошо зикир керек пе? Имам Азам, Имам Бухаридин енесі баласына Имам Бухарига мынтип айткан. Сен bir китептин bir листогун bir бетин окудун бу дейт. Ооба, ошону өмүрүңө кетпейчи экинчи бетин ачпаганың дейт.
Ошо оңдай кылыш керек да. Эми бир эле зикир кылдың, бир зикир дейсиң, оозун Алла Алла Алла. Ишиңдечи. Изир бүткөндөн кийин шаарга чыкканда эмне кылып атасыңар, я? Зикирдин ичинде, мечиттин ичинде карасам, айып пайгамбарга эле окшойсуңар, бардыгы. Зикирденчи, тияка чыккандачы, базарга барганда, молго барганда кандай болуп атсыңар? Ошого караш керек. Мечиттин ичинде аябай периште көргөндөй барабыз. Бут кийимде носкиңе чейин, бардык эле ушунда. Аябай эле окмуш. Мечиттен чыккандан кийин ушак, кыйбат, барлык эле күнөө, бардыгын ушун жийип алсаң, кандай эмне болду зикириң кайда кетти? Биз казак, кыргыз деп элдигибизди национал маселесине келгенде аябай эле окумушпуз. Ошо кыргызды кыргыз болуп туруп, кыргызды кидат эткенде кыргызды унутуп каласыңар, я. Акчага келгендечи, казак дегенде казакты кидат этип жибересиңер. Биздин Казакстанда да шет элден келип, биз ана шет элде турган кандастарыбыздын дээрлигине катышты. Келип алып, биз таза казак бизбиз. Местный казактар казак эмессиңер, местный жергиликте. Орусча косуп сүйлөйсүңөр деп менсинбей, жергиликти казакты айыптап, ошо жерде тилин, дилин сактап, өзгө улуттар менен сыйысып, сонча өмүр сүрүп өткөн казакты менсинбей карайсыңдар да, онун алдаган кезде, оны арбаган кезде, шет элден товар алып туруп, Кытайдан чыккан нерсени жок, местный деп саткан кезде, алдаган кезде, о кезде уже казактык жүрмөй калат, өзү. Акча тапкыга келген кезде казакский сөз жүрмөй калат сиздерге, казак деген сөз. Кыргызды кидат эткенде кыргыз деген жүрмөй калат о кезде. Национал бул жерде жүрмөй калат. Ана просто көкүрөк турган кезде мен казак деп воздухун бәрі. Сол казак бола ма? Казакты сүйген сол бола ма? Казакты сүйген адам казакты алдамайды. Казакты сүйген адам казактын сөзүнө тил тийгизбейди. Казактын ичинде тургандарга кыянат жасамайды. Мына казак болот. Мына казак. Биздин бабаларыбыз бизге берген насихатында өзге тилдин бәрин бил, өз тилиңди урматта деген. Биздин аталарыбыз да, аналарыбыз өзге тилдин бәрин билген. Сол үчүн да тилимизге орусча киргендиги ол казакты жек көргөндүгү эмес. Арасында орысша сөйлеп қойса, маған да кейбіреу пысық болып, қазақ сөйле. Қазақша өзің диктант жазамайсың, двоечник. Қазаққа келгенде қазақты боқтайсың, қазақшалап тұрып. Қазақтың ар-намысына тиесің, ақшасына алдап арбап алғаннан кейін сенде не қазақтық қалды? Не қазақ? Осы ма қазағың? Сондықтан ондай болып, ана шетелден келіп алып, біздің жергілікті қазақтарға тіл тигізгенді қойыңыздар деп айтқым келіп тұр. Нағыз қазақты көргің келсе, алдамайтын қазақ болсаң, сол қазақ боласың. Кеше эфирден резко шығып кеттіңіз, бізбен қоштаспай, енді алдымда көп адам жиналып қалып жатыр. Кешірім сұраймын, өйткені естілер қазірде тақылдап тұр, мен сіздерді қимай, 400 адам көп қой деп, кішкене ұстап тұрғам, сол, айып етпеңіз. Інім, Алладан кешірім сұрауға әр мұсылманның парызы екенін білем, түсінемін. Негізгі Алладан кешірім сұрап, бірнеше рәкағат намаз оқу дұрыс па? Басында сәждеге апарып кешірім сұрап оқып жүруге бола ма дейді. Әлбетте болады. Сол Алладан кешірім сұраудың өзі имандылығыңыздың, иманыңыздың барлығының нағыз құжат дәлелі. Бастаңыз аға, өте дұрыс. Балзия ма? Өте дұрыс, оқыңыз апай. Қабыл болсын етіңіз. Алла нәсіп еткен адам оқиды. Құдайға шүкір, жүрегіңізге Алла берген екен, ұстап қалыңыз. Енді бірақ көңіліңіздің хошы келгенде емес, бүгін что-то дейсем бе, бір ай дейсем бе, бүгін бір оқып қояйыншы, бір настроением келіп тұр. Ай, қабылдай Құдай, қабылда дегендей болады да, сіздікі ондай болмайды ғой енді. Бірақ бастаңыз, жақсы. Барғанда көреміз, не болып соншама дегеннен сіздікі әлде қайда жақсы. Біреулерге айтсаң, кім барып келіп сол жаққа деу керек. Қазақ қазақты емес, мұсылманды алдамау керек. Сенікі қате адам бер. Сонда орысты алдай бер керек па не? Мұсылман адам ешкімді алдамау керек. Мәселе осы. Осы жерге мен бұл сөзді не үшін айттым алдындағы сөзді? Өйткені қазақпын деп өтірік жалған патриот болады. Милләтшілікке салады, түсінікті болу үшін саған айтайын. Қазақ қазақты да алдамасын, қазақ орысты да алдамасын, қазақ Американы да алдамасын, қазақ Австралияны да алдамасын, қазақ мысық пен итті да алдамайды керек болатын болса. Міне мұсылман болады. Мұсылмандарды алдамаймыз біз. Орыстарды ше, алдай береміз, чешет алдаса болады. Боламаса? Вообще мүлде ешкімді алдама. Имам Бухари деген кісі өткен тарихта.
Имам Бұхари елден хадис жинаған, пайғамбардың хадистерін жинап кітап қылып шығарған. Өйткені пайғамбардың аузынан шыққан сөздері жазылмаған еді. Соны кітап қылып жазған біздің Орта Азиядан шыққан ұлы бабамыз. Сол бәленбай жел жүріп барыпты. Бір естіген ғой, біреу хадис біледі, бәленбай адам деп. Соған барсан аттың дорбасын, пустой дорбаны алып, ат ұстай алмай жатыр екен. Пустой дорба. Соны атты бит дорбаға битсе, ат жүгіріп келген екен. Сонда ат жүгіріп келіп, енді ұстайын деген кезде көріпті да ат ұстап алып дорбаны лақтырып жіберген екен, пустой дорба екен. Сонда ана бабамыз көріп тұрып, атты жылқыны алдаған адам адамды да алдайды деп кетіп қойған екен. Міне біздің табиғатымыз. Ешкімді алдауға болмайды. Алдамаңыз. Біраз затқа ішіңіз аши ма, политикаға байланысты? Әлбетте. Бізде қазақ, біздің осы елдің жаранымыз, азаматымыз былай болса екен деген пікіріміз бар, ниетіміз бар. Айтатын жерде айтып жатырмыз. Сөзімізді жеткізіп жатырмыз. Құдайға шүкір, мемлекетіміз бізді еститін, слышащий мемлекет. Бір сөзіміз естіліп, бір сөзіміз айтылып, бір сөзіміз жүріп жатыр. Енді бәрі жүріп кетпейтін шығар. Барлығы Америкада да жүрмейді, Австралияда жүрмейді, Канадада да жүрмейді. Жүретін жері жүріп жатыр, Құдайға шүкір. Сондықтан демократиялы елде өмір сүріп жатсыздар. Намаз оқымайтын қазақ маған бауыр қарындас болып санала ма? Саналады, Дәулет. Саналады. Намаз оқымайтын қарындасты қарындас емес деген адамды қамау керек. Ораза ұстамайтын адамды менің бауырым емес деп айтпаған адамды қамау керек. Бірақ ондайларды қамай берсек түрме толып кетеді ғой бізде. Ондайдың бәрі радикал, санасыз олардың бәрі. Ұлтқа, елге деген бауырмашылығы жоқ адам ол санасыз адам. Ұлттың құндылығына, елдің ішіне ірткі салған, анау саясаттың иісі с деген әрпі мұрнына кірмеген, қазір анау құрылтайға сөйлеген еркегі де қатында топас бәрі шетінен. Не шаруаң бар? Сен өз семьяңа ие бол, істеген жұмысыңды дұрыстап істе де тыныш отырмайсың ба? Нең бар өз? Семьяңа ие боламайсың, штаның дұрыстап кие алмай жүрсің, нең бар? Алла имам жауап беріңізші маған дейді. Жауап берейін. Аға, әкемнің басындағы кірпіштер құлап қалған, қайтадан темірмен қоршаса бола ма? Жоқ. Ой. Қолды бәле. Ұстазыңа жаққан адамың сізге мыналар жақса, бұл төртеуінің монополиясы емес. Бәрін тыңдаңыз. Бәрін тыңдаңыз. Енді олар айтады, анан тыңдама деп бір-бірін көре алмайтындар олар. Бар көп ішінде сондайлар. Анан тыңдама деп күліп мазақтап өздерінше прикол жасайды. Білеміз, Алланың алдында иншалла жауап береді бәрі. Енді ілімі, біліміне жұқпағандар өте көп бізде. Сонда зираттың кірпіштерін қайта қалауға бола ма дейді. Яғни құлағандарды құлай берсін, бәрі талқандала берсін деп болмайды. Құлап жатыр ма? Соны тартып, түзетіп, ана құлағандарын қайта орнына келтіріңіздер. Құлап жата берсін деген дұрыс емес ол. Түсімде сәждеге бара бер деді, енді қалай жорса болады? Вау, қандай күштісіз. Машалла, бар енді сәждеге бар деп жатыр екен ғой. Жеңгемнің 11 жастағы баласы қайтыс болды. Күйеуіме звондап айтыпты, түсімде менің баламмен бірге келіп тұр екенін, абай болып жүр деп. Күйеуім соған жаман болып жүр дейді. Ол да бір қатырады екен енді. Ол бірге жүрсе өліп қалады деген сөз емес. Нужно обязательно спать в сторону Каабеда. Менің бас жағымда туалет бар. Это не... Смотрите. Бас жағым керек. Үлкенде үлкенімен, жөнімен үлкен болу керек. Үлкендердің де қазір қадірі кетіп бара жатқан заман. Сондықтан енді бәрібір сенің жасың кіші болған үшін үлкендердің алдынан өткенің дұрыс. Кешіріңіздер деп айтқаның дұрыс. Не үшін? Күйеуіңменен семьяңды сақтап қалу үшін. Сенде үлкен миссия тұр алдында, үлкен мақсат тұр. Түсінесің ба? Ол семьяны сақтап қалу. Сен мақсат қойған кезде любой нәрсеге бара беру керексің. Сенде үлкен цель бар. Сақтап қалу, түсінесің ба? Сондықтан енді қатын жолда, бала белде деп оттай беретін болсақ, онда жер бетіне бәрі жазып кетеді. Елдің бәрінің қатын өзінен ұнамайды. Басында ұнайды, новый кезде есік ашады, новый кезде жаңағы құрметтейді, содан кейін үш болды. Сондықтан ол ақымақ сөз, ол олай сөзге әмел етпеу керек. Бірақ сенен де бар. Сен де сау емессің. Сау принцесса емессің. Сондықтан кешірім сұра.
Қорғасымен болмаса қалай ұшықтауға болады? Аятпен дұғамен ұшықтайсыз деп айттым. Оқисыз, білгеніңіз кітапқа қарап, білмесеңіз білетіндерге алып барасыз. Ақмарал. Түсіме қолыма ағы жібілді, нені білдіреді, үш нәрсені білдіреді. Ажыратасың, ақ пен қараны бір жақсы түсінік келеді. Тұрмыс құрмағандарға тұрмыс құру деп айтылады. Неге? Өйткені бала көтермегенге бала көтер деп жарылады. Аға, маған дуа салыпты өлімге дейді. Өзімнің туғаным дейді. Қалай осы жағдайды өз бойымнан жіберсем совет беріңізші дейді. Елдің бәрі дуа салғаннан өле беретін болса, онда Құдайдың керек болмай қалады. Онда Құдайды шешпейтін болып қалады. 40 жыл бір емес, 40 жыл саған дуа салса да, ажалыңмен өлесің. Осын біл. Бірақ сақтанып жүру керек, сақтану керек. Өйткені дуа, сиқыр деген нәрселер, көз деген нәрселер малды қазанға, адамды қабірге түсіретін ақиқат. Сол үшін сақтанып дұғаларды оқып жүру керек, бірақ оған байланып қалма. Жүрегіңдегі иманыңды түзуле, аузыңнан жақсы сөздерді айт, өтірік айтпа, дұғаларды жасап жүр, бәрі орнына түседі. Уайымдама. Одан қорқып жатсаң, мешітке молдаға бар, дем салып береді. Бірақ ана қымбат алатындарына бар ма, 100 мыңнан алатындар бар. Сол тариф арзан бара берсе нормальный. 2030-ға дейін бос емеспін деп өткенде біреуге барыпты, бір рекламасы күшті біреу жүр. Айтпай ақ қояйын, кім екені реклама жасап оған. Сөйтсе айтты, 2030-ға дейін бос емес, 2031 жылға жазайын сен депті ғой. 2031 жылда өліп түнем депті. Сол кезде өлмесеңіз келесі депті ғой. Сол сияқты еще 500 мың алады екен. Ол кезде 600 мыңға көтеріліп қалады деген екен 2030-да. Ол өзі өлмейді, бірақ дем салатын адам ше. Осы нәрсе не аласа. Анекдот. Қазір келсем дейді. Кел. Тура қазір кел. Қазір как раз адам көп көтіп тұр. Шығарып көрейін. Жақсы, көп адам көтіп тұрған болу керек, мен жағымнан самай.